Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, ұстаздар? Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыз. Студенттер, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Бізде өздеріңіз білесіздер, 25 қаңтар менен 5 ақпан аралығында психологиялық педагогикалық практикадан барлық екінші курс студенттері міндетті түрде өтеді. Біз қызметқа дайындап, бұйрық шығып қойды. Жетекшілеріміздің барлығы тағайындалды. Осы практика барысында қазіргі жағдайға байланысты санитарлық жағдайлардың барлығын, нормалардың барлығын сақтайсыздар. Міндетті түрде масканы тағып, антисептиктеріңізді қолдарыңызға алып, және сол мектептің тәртібіне бағынамыз. Мектептің тәртібіне міндетті түрде бағынамыз. Жетекшілерімізбенен хабарласып, күнделікті хабарласып тұрасыздар. Қазір енді осының барлығын толығырақ сіздерге жауап беріп, түсіндіру үшін сөзді қазақ мен әдебиет кафедрасының оқытушысы Молданова Жазира апайларыңызға беремін. Сұрақтарыңыз болса ұялмай барлығын қойыңыздар. Келеді ма? Саламатсыздар ма? Студенттер. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз апай. Саламатсыз ба? Апай звугыңыз өшіп қалды. Апай звугыңыз өшіп қалды. Даусыңыз естілмей жатыр. Саламатсыздар. Естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр. Енді ғана. Курсындар, бірінші курсты студенті болдыңыздар, екінші курс сіздер болашақ мұғалімсіздер. Оның алғашқы қадамы 25 қаңтарда практикадан басталып отыр. Сіздерге 25 қаңтар күні 2 апталық практика басталады. Ол практика педагогикалық және психологиялық деп аталады. Ол аптада біз не істейміз, қалай жұмыс жасаймыз, қандай құжат өткізетініміз жайлы сіздерге қазір баяндап өтейін. Практиканы алып, кез келген практика ол арнайы заңға, сол оқу орнының білім беру ережесіне, кәсіптік практиканы өткізу ережесіне сәйкес жасалынады. 25 желтоқсан күні 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарға педагогикалық практикаға жіберу туралы бұйрық шықты. Бұйрықта жетекшілеріңіз және қай мектепке баратындарыңыз айтылады. Мен сіздерге қазір бұйрықпен таныстырамын. Жетекшілеріңіздің кім екенін, қай мектепке баратындарыңызды естеріңізде сақтаңыздар. Жарай ма? Екінші курс бізде 25 қаңтар мен 5 ақпан аралығында қараша айында мектептерді Шымкент қаласындағы мектептермен келісімшартқа отырдық. Мектептерге барасыздар, офлайн түрде өткізіледі. Жетекшілеріңізбен келгеннен кейін, мектепке барғаннан кейін, мектептің мұғалімдерімен сіздерге арнайы жиналыс болады. Ол жиналыста сіздерді кластарға бөледі. Екінші курс болғандықтан, педагогика психологиялық практика болғандықтан 4-ші, 5-ші сыныптарға бөлу жоспарлап отырмыз. Ертеңгі мектепке барғаннан кейін сіздерді бірінші, екінші сменге бөлу мүмкін. Мен анамен боламын демейсіздер. Мектептің завучы сіздерге бекітілген жетекші қалай бөледі, солай жұмыс жасайсыздар. Мектептің ережесіне бағынамыз. 117-01-19 бізде жалпы студент саны 29 екен қыздар. Оның 15 студент Алтынсарин атындағы 65-ші мектеп гимназиясына барады. Жетекшісі ретінде Алтынбек Қосайарайларын бекітілген. Аты жөндерін мен 15 студентті мына жерде айтап өтейін ба, жоқ әлде кейіннен арнайы чатқа жібергеннен білесіздер ма? Жіберілді ғой апай. Апай атаудың қажет жоқ. Жіберілген апай. Жалпы 117-19-65-ші мектепке және Шымкент қаласындағы Мұрсақ мөлтек ауданында орналасқан 80-ші мектепке барасыздар.
80-ші мектепке жетекші ретінде Үкібасова Ғали апайларым, 65-ші мектепке Алтынбеков Қосай ағайларым. Бұл педагогика психологиялық практика болғандықтан, педагог кафедрасынан Қуатова және психология кафедрасы Үмбеталиева апайларының тапсырмаларын орындайсыздар. Өйткені сіздер кешегі семестрде педагогика психологиядан сабақ өттіңіздер ғой. Сол бойынша тапсырмаларын орындайсыздар. Енді 29 тобы Бөкейхан атындағы 2-ші жалпы орта мектебіне 15 студент барады. Омаров Тоғатай ағайларының жетекшілік жасайды. Осы топтың 14 студенті Оңдасынов атындағы 38-ші мектеп гимназиясына барады. Оған Қуанбаева Жанар апайларының жетекшілік жасап, сіздерді алып барады. 17-01-39-ші мектеп Сыпатаев атындағы оқу тобы Сыпатаев атындағы 7-ші мектеп лицейіне барады. Ол жерге бұйрық бойынша 15 адам жоспарланып отыр. Шәзілдаева Гүлжан апайларыңыз апарады. Осы топтың қалған 14 студентін Молда Мұса атындағы 5-ші жалпы орта мектебіне жіберіліп отыр. Оған да жетекші ретінде Шәзілдаева Гүлжан апайларың барады. 17-01-49 деген оқу тобы студенттерінде 30 студент бар екен. 30 студенттің 15 студенті Молдағұлова атындағы номер 29-ші орта мектепке барады. Жетекшілерім Нүрпейіс Нариман ағай. Нариман ағайларым емес, ол мектепте мен өзім қабылдап, ағайлармен бірге мен өзім жұмыс жасаймын. Сол кезде 15 студент мектептің алдында 25-ші қаңтар сағат 10:30-да сол жерде боламыз. Кімдер екендеріңіз кейін тағы да хабарласып жатып, телефонымды берем, сол бойынша байланысқа шығамыз. Ал енді қалған 15 студент 17-49 тобынан Асанбай Асқаров атындағы 77-ші мектеп лицейіне жіберіліп отыр. Жетекшісі ретінде Қуанбаева Жанар апайларың. 17-01-04 қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мәдениеті мұғалімін даярлау мамандығының студенттері Пушкин атындағы 1-ші мектеп лицейіне гимназиясына жіберілді. Жетекшісі ретінде Қажапбарова Раушан апайларың. Және филология бар бізде 223-05 деді. 23-01-02-19 деген топ, иә? 4 студент бармыз ғой. Сол 4 студентке Пушкин атындағы мектеп гимназиясына барады, және сол бойынша жердегі Қажапбарова Раушан апайларың жетекшілік жасайды. Енді сіздерге қолдарыңызға не беріледі, біз не өткіземіз деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздердің қолдарыңызға келісімшартты жетекшілер мектепке алып барады. Сіздердің қолдарыңызға жолдама беріледі. Қандай? Кәдімгі жолдама. Анық жақындап көрдім, иә? Мына жерде 2-ші курстың жолдамасына мөрі қойылады. Жолдаманы сызықты көрдіңіздер ғой. Осы сызықты қайшымен қырқылып жоғары жағы мектепте қалады, төменгі жағында мына жерде келді деген бар. Қазір камераға бермей көрсетейін. Келді деген бар, кетті деген жер бар. Осы екі жерге барған күндеріңіз 25-ші қараша, кететін күндеріңіз 5-ші ақпан. Сол жерге келді, кетті деп мектептің директор немесе директорның оқуысы жөніндегі орынбасары мөр қойып, қолдарын қойып келеді. Мына парақтың 2-ші жартысы сіздер алып кеп кафедраға өткізетін құжаттың бірі болып табылады. Жолдаманың келіп кету парағын әкелесіздер, сосын сіздердің қолдарыңызға, чаттарыңызға 2-ші курстың психологиялық педагогикалық практика күнделігі деген мынандай кітапша беріледі. Сіздерге чаттарға салған кезде міндетті түрде кітапша ретінде шығарып алыңыздар. Ұзын қылып шығаратын болсаңыздар, талап мынандай қылып шығаратын болсаңыздар, талапқа сәйкес келмей қалады. Сондықтан кітапша қылып 21 күнделік соны кітапша ретінде шығарып аласыздар. Осы бойынша жұмыс жасайсыздар. Мына жақтағы барлығы арнайы толтыратын сызбаларын толтырасыздар. Енді не істейміз деген сұраққа осы кітапшаның ішінде жаднама бар. 1-ші күні не істейміз, 2-ші күні не істейміз, 3-ші күні барлығы анық көрсетілген осы нұсқаулық бойынша жұмыс жасаймыз. Сөйтіп барған мектептеріміз туралы ақпараттық бет деген бар, мына жерде сол бойынша жұмыс жасап жүргізе береміз. Бұның барлығын талапқа сай толтырамыз. Сіздерде бұдан қиындық болмайды, себебі сіздер жетекшілермен офлайн түрде байланыста боласыздар, және практиканы мектепте барып өткізесіздер. Сіздер офлайн дегенде 5 күн бойы мектепте болмауларыңыз да мүмкін. Сондықтан
қазір мектептің өзі 5 класстың өзі жартылай офлайн, жартылай онлайн форматта жүр. Сондықтан сіздер ертеңгі күні педагогикалық, психологиялық тапсырмаларды орындаған кезде бір оқушыға психологиялық зерттеу жүргізесіздер. Ал сол кезде сол бала туралы мәліметті онлайн түрінде де ақпарат алуға, онлайн түрінде де зерттеп жүргізуге мүмкіндік бар. Оны қалай жүргізесіздер, қандай көмек болатын Қуатова мен Үмбеталиева деген апайларынан нақтырақ сұрай саласыздар. Өйткені педагогия мен психология бойынша сұрақты сол кісілер, солар сіздерге түсіндіреді. Ал күнделікті толтыру және құжаттарды өткізу, сіздерді апару, сіздерді практикадан кейін келгеннен кейін сіздерді бағалау бойынша кафедра оқытушылар жауап береді. Келгеннен кейін, мысалы, біз бағана 19-ші топ 65-ші мектепке барды. 65-ші мектепке барған 15 студент арнайы оқып баққаныңызға жүрші. Маңдай кәдімгі көп рейсі папка бар ғой, осыны сатып аламыз. 15 студентке бір папка жетеді. Сөйтеміз де ішіне кәдімгі маңдай файлды папка арнаймыз. Соған портфолио деп әркім өзінше бұл түрлі түстімен жасалынған, міндетті емес, кәдімгі қара ақ түстімен де шығара беруге болады. Сол бойынша титулын жасайсыздар. Сөйтіп, мына жақтан жаңағы сіздер жолдама беріледі ғой. Жолдама беруге мынандай қағаздың келді, кетті деген мөр басылғаны қойдыртасыздар. Сөйтесіздер де мынандай күнделікті күнделік бар ғой. Күнделіктің бәрін талапқа сай толтырып, әкеп кафедраға әкелеміз. Ол жерде бағалау шкаласында мектептің дәстүрлі түрде 4-5 деуі мүмкін. Бірақ сіздер апайларыңызға түсіндіріп айтыңыздар, ол бізде 100-дік балмен есептелінеді деп өздеріңіздің бағаларыңызды балдық жүйеге аударып аласыздар. Сосын соңғы жағында мына жерде педагогикалық, психологиялық тапсырмаларды орындады, қалай орындады, және педагогикалық тапсырманы қалай орындады. Сіздер жалпы бұл практикада пән мұғалімі ретінде емес, сынып жетекшісі ретінде жұмыс атқарасыздар. Демек, сыныпты жан-жақты егжей-тегжей тексеруге тура келеді. Соның ішінде мінезі қиын балалар қандай, өте үлгерімі жақсы бала қандай, дарынды бала бар ма класста, мінезі қиын баламен апай қандай жұмыс жасайды, олардың ата-аналарымен байланысы қалай жүзеге асады. Қосымша әзір білесіздер, карантиндік талаптарына сәйкес 4-5 баланы арнайы қосымша сабақ өткізуге болады. Апай оны қай форматта жүргізеді, мінезі қиын баламен апай қалай сөйлеседі, және ол бойынша тапсырмаларды қалай береді, және баланың жауабының реакциясы қалай, соның бәрін зерттейсің. Бұл практика сіздерге өте қызықты, алғашқы практикаларын, алғашқы өздерінің мамандықтарын бойынша алғашқы жүргізіп жатқан сынақтарын деп айтуға да болады. Келгеннен кейін мен мектептің практикасынан 100 балл алып келдім деп, маған 100 балл қойылды деп ойламаңыздар. Мектепте алған бағаларыңыз ол 60%-ын құрайды. Қалған 40%-ды мектеп университетке келгеннен кейін сіздерге кесте қояды. Мысалы, 7 ақпан күні 117-19 тобының 65-ші мектепке барған студенті сағат, мысалы, таңертең сабақ болатын болса, сағат 14:00-де 65-ші мектепке барған 15 бала есеп қорғайды, сағат 3-де 80-ші мектеп қорғайды. Демек, сіздер келгеннен кейін қолдарыңыздағы портфолиоларыңыз бар, психологиялық тапсырма бердім, ана мінезі қиын балаға мынандай тапсырма бердім, ол былай жауап берді деген. Қатып қалдыңыз. Қап-қараңғы болды. Қосылды ма қайта? Иә, қосылып тұр апай. Келгеннен кейін сіздерге кафедраның тарапынан Қуатова мен Үмбеталиева апайлардың құрамында бар кемінде 5 адамды комиссия құрылады. Комиссияның алдында әр қайсысыңыз жеке есеп бересіздер. Есеп бергендеріңіз туралы әрбір студентке кемінде 3 сұрақ қойылады. Практика барысында, психологиялық тапсырманы орындау барысында ата-аналармен қалай байланыс жасадыңыз? Ата-аналар, сіз сауалнама жүргіздіңіз бір оқушымен. Сауалнаманың нәтижесі қандай көрсеткішті көрсетті?
балдық сипатта көрсеттіңіз ба? Жоқ, балдық сипатты арнайы диаграммаға түсірдіңіз ба? Ол диаграмма сіздің қорытынды бойынша сізге балаға қандай характеристика берді деген сияқты сұрақтарды қойған кезде сіздің жауабыңыз арқылы сіздің практикаңыздың қорытынды балы шығады. Одан кейін барып сізге сол екі мектепте алған балмен есепті қорғау барысында балдың нәтижесінде сізге ең соңында практиканың бағасы қойылады. Сіздерді бұл практика 3-ші курста өтетін маман педагог оқу тәрбие практикасына дайындау барысында жіберілген педагогтық психологиялық практика болып табылады. Есебін қорғағаннан кейін арнайы папкаға салып, бәрін өткіземіз. Сосын кестені сіздерге чаттарыңызға жібереміз. Қай группа, қай уақытта тапсырады қорғайтынын, қорғау бойынша офлайн тапсырасыздар. Одан кейінгі сабақтарыңыз меніңше онлайн түрде жүзеге асады. Сіздердің сабақтарыңыз 7-ші ақпаннан басталады. 7-ші ақпандағы сабақ 1-ші аптасы, 2-ші семестрдің 1-ші аптасы есептеледі. 1-ші аптаның алғашқы 3 күнінде сіздер педагогикалық практиканы қорғап біту керексіздер. Сіздердің араларыңызда сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы, сол практиканың негізінде сіз денсаулығыңызға байланысты больницада немесе ауруханаға жатып қалдыңыз, емделдіңіз ауруханада. Ол кезде сіз ауырғандығыңыз туралы справканы әкелесіздер. Ол справка арнайы деканатқа өткізіліп, деканның атына өтініш жазылып, сіздердің практикаларыңыз ұзартылады. Не себепті? Денсаулығына байланысты 25-ші ақпандар мен 5-ші ақпан аралығында денсаулығына байланысты ауруханада жатқандықтан педагогикалық практикасы наурыздың 5-і мен 19-ші наурызға дейін жіберілсін. Сіз жеке өзіңіз сол уақытта деканның өкімі негізінде педагогикалық практикадан қайта өтесіз. Одан кейін барып сізге баға қойылады. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Баратын жерімізді ауыстыруға бола ма екен? 25-ші желтоқсанда шыққан ешқандай ауыстыруға болмайды. Апай, сұрақ қойсам бола ма? Практикадан кейін онлайн сабақ, офлайн сабақ басталады ма? Практикадан кейін сіздерге сабақ. Қазір апай психологиялық тапсырма студенттеріне орындау керек екен. Психология кафедрасының ұстазы апай тасқа бір нәрсе. Сұрақтарым бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Апай, жатақханаға орналасамыз ба? Практика кезінде. Кураторларыңыз сізге хабарлаған шығар. Практика қалада келесіздер. Бір-біріңізді сағынған шығарсыздар. 2 аптаға келіп, бір-біріңізді көріп, қанша уақыт жақында 1 жыл болады. Келіңіздер, жатақханадан орын алыңыздар. Сіздер 2 апталық жатақханаға тұру үшін деканның атына өтініш жазасыздар. Өтініштеріңіз қанағаттанғаннан Барлық жатақхана ашық бола ма, апай? жатақхананы сіздер жатақхана мәселесі бойынша жұма күні сағат 1-де тәрбиесі жөніндегі проректор Ақимал Мархабат қызы жатақхана мәселесі бойынша сіздермен онлайн инстаграмда парақшасында сұхбат жүргізеді. Тікелей эфирде. Осындай сұрақтарыңызды сол кезде қойыңыздар. Сіздерге нақты жауапты сол кісі береді. Жарай ма? Жарайды, апай. Қайсына сұрақ? Апай, біз до конца онлайн оқитын болдық па? Онлайн оқисыңдар. Расписание жақында шығады. Кімде сұрақтар? Сұрақтарыңыз бар ма? Онлайн түрде қорғаймыз ба, или офлайн түрде қолдаймыз ба? Офлайн қорғайсыңдар. Апай, сосын мектепке қандай киім кию керек? Қара юбка, ақ кофта, сол ғана ма талабы? Айтайын сізге. Мектеп мұғалімнің бейнесі қандай болу керек? Классикалық үлгідегі ұстаздың бейнесі Форма кию керек. гүлденген, гүл түрлі түсті емес, классикалық үлгіде шаштарыңызды жинап,
бояуды шектен тыс қолдануға болмайды. Аяқ киімдеріңізде өздеріңізде мұғалімнің бейнесіне сәйкес келетін киіміңізде мүмкіндігінше ақ көйлек, қара юбка, қара костюм немесе шалбар киіңіздер, классикалық үлгіде киімді киіңіздер. Сіздерді мектептің оқушылары емес, сіздерді апай ретінде көрген мектептің оқушылары. 5 класс деген мінезі өтпелі кезең, балалықтан есейе бастаған балалар, олармен жұмыс жасау сіздер айтқандай оңай болмайды. Сіздер жақсы болсаңыздар, қуана қарсы алады, сіздер жақсы жұмыс жасай алмасаңыздар, олардың тілін таппасаңыздар, үстіңізден күледі. Ондай ситуациядан аулақ болыңыздар, өздеріңізді ұстаз ретінде, мұғалім ретінде ұстай біліңіздер. Барғаннан бастап бірінші күнде сіздер арнайы мектепте педсовет өткеннен кейін бекітілген сыныпқа сабағына барып 2 күн сабағына қатысыңыздар. Қазақ тіліне ғана қатыссам болды деген болмайды. 5 А классы берілді ме, мектепте 15 баладан артық бала отырмайды. 15 баладан кейін барып орындыққа отырасыздар, бақылайсыздар. Мысалы, класста 15 бала бар. 14 бала онлайн түрінде оқып жатыр, 15 бала офлайн түрінде оқып жатыр. Оқып жатқан баланың ішінде қыз баласынан шығып, ол баласы мынаны шығып. Соның ішінде үздік оқитындар, олардың арнайы мектепте класс жетекшісінің сынып журналы болады. Сынып журналына баланың бүкіл мәліметі, анкетасы, айтқанда жеке іс парағы болады. Жеке іс парағын ақтарасыздар. Ол қандай толыққанды отбасынан шыққан бала ма, оған не мұқтаж, оған қандай көмек керек, немесе ол қандай қолдауға мұқтаж. Міне осының барлығын сіздер баланы зерттеу барысында жауап іздейсіздер, жауапты табасыздар, және оны күнделікке түсіресіздер. Апай, ол кезекші 5-ші сыныптар бір аптада 5 күн сабақ оқиды ма, или оларда да 70% оқу, 30% онлайн ба? Мынандай ғой, таңертең сағат 8:30-да басталса, сағат 11-12-де бітіп қалуы мүмкін. Четверг, пятница, жұма, бейсенбі күндер офлайн болса, сіздер де мектептің оқушыларымен офлайн түрде байланысқа шығасыздар. Сосын педагогикалық тапсырма. Ол бекітілген сыныпқа міндетті түрде тәрбие сағатын өткізесіздер. Тәрбие сағатын қалай өткізулеріңіз мүмкін? Сынып жетекшісінің арнайы жоспары бар. Жоспар бойынша, мысалы, сіздер Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған бір әдеби кеш ұйымдастыру керексіздер. Әдеби кешті офлайн түрде өткізуге мүмкіндік жоқ болса, сіз онлайн түрде өткізесіз. Қалай? Балалармен байланыс жасап арқылы, Мұқағали біреу өмірбаян айтсын, біреу әнін орындасын, біреу өлеңдер шумағына оқысын. Сол арқылы сіздер не істейсіздер? Әдемі тәрбие сағат шығарасыздар. Ол тәрбие сағатты қалай өткізу керек, оны өткізетін кезінде қандай құжат тапсыру керек екенін сіздерге педагогика кафедрасы бойынша Қуатова Үмбеталиев апайларым бар. Сол кісі сіздерге тағы да айта жатыр. Офлайн болғандықтан Апай, бір мектепке бөлінген, мысалы, 15 студенттің 15-сінде тәрбие сағат өткізу керек па, жоқ әлде сол 15 студент 3-4-ден бөлініп алып өткізе ма? Мынандай, сіздерге 5-ші класс емес, 4-ші классқа да сынып жетекші ретінде қызмет атқара аласыздар. Өйткені 5 қана оқып жатыр офлайн түрінде. Сіздер, мысалы, сіз 5-ші А классына бардыңыз 65-ші мектепте. Сізбен қоса сол классқа математикадан практикант студент бекітілген. Орыс тілінен немесе химиядан үшеуіңіз бірігу арқылы өткізуге де болады. Бірақ өткізген тапсырмаларыңыз әр мамандыққа әртүрлі болып келеді ғой ертеңгі күні ол. Ол математика кафедрасында қорғайсыз, қазақ тілі кафедрасында қорғайсыз. Енді мектепке барғаннан кейін, мектептің жағдайына да қарайсыздар. Қазір барлық жерде толық аптасын оқытып жатқан жоқ. 3 күн офлайн, 2 күн онлайн болып өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, үйлеріңізде мектептің оқушылары да бар, інілеріңіз бар, сіңлілеріңіз бар деп. Сол сияқты барғаннан кейін көресіздер енді қалғанын, түсінбеген сұрақтарыңызды жетекшілеріңізден тағы да хабарласып сұрайсыздар. Қатыспаған мына жердегі студенттерге осы сәлемдеменің барлығын жеткізесіздер. Енді қазір сағат 3-те. Апай, кешіріңіз, жаңа мен естімей қалып едім. Біз практикамыз біткеннен кейін сіздерге қорғаймыз ғой, сол офлайн түрде ме, или онлайн түрде ме? Офлайн сырғымалы график кесте жасаймыз, сол бойынша шақырып,
өздеріңіз келіп тапсырып кетесіздер. Енді қазір сағат 3-те бізде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры Гүлжан Дәулетбекқызымен сұхбат болады Инстаграм парақшасында. Толығымен сол жерге қазір қатысып кіреміз. Жарайды ма? Жақсы, сау болыңыз апай. Жарайды апай, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сымбат, қалайсыңдар, Сымбат?